Кешке қарай далада 13 жасар бала жүрді. Дүкендер жұмыс жасамады, біреуінен басқа. Ол тәттілер сататын дүкен болды. Таңғаларлығы ол әлі істеп тұрды. Және ішінде көп адам болды. Адамдар бір жерге жиналып қалды. Және ол жерде не сататыны қызық болды. Осы кезде сатушы есік ашты. Кір, бізде тәттілер сатылымы болып жатыр. Балада өзімен бірге маска болмады, бірақ мейірімді сатушы оны кіргізді. Бұл жерде арзан тәттілер. Бала сатушының оны құлыптап кеткенін байқамай қалды. Бала дүкенді аралап жүрді. Маскадағы кісілер оған біртүрлі қарады. Ол ең маңыздысы сатылымға келді. Көп адам тұрған жерге. Шоколад, мармелад, зефир қызықтырып тұрды. Осы кезде бала өз жалғыз тұрғанын байқайды. Ал адамдар басқа жақта тұрғанын көреді. Қара фигуралар оны өткізіп жібереді де, оны төбеден қарап тұрады. Сосын бала оларда да маска жоқ екенін байқайды. Адамдар бір жерге жиналып тұрды, және ол жерде не сатылатыны қызық болды.